Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен 30 минутта дайын болатын макарон по-плотски тағамын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңырау таңына басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен осындай ыдысымызға 1-1,5 литр су құйып, оның үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. Бетін жауып суды қайнатамыз. Су қайнаған соң оның үстіне 300-350 грамм макарон салатын боламыз. Макаронды үйдегі адам санына байланысты өз қалауыңызша пісірсеңіз болады. Макаронды сыртындағы қорабында 11-12 минут пісіру керек деген, бірақ біз оны 8-9 минут пісіретін боламыз. Су қайнағаннан кейін оттың астын орташа отқа дейін басып қоямыз. Және арасында осылай араластырып тұруды ұмытпаймыз. Асты жабысып қалуы мүмкін. Осы аралықта біз фаршымызды қорып аламыз. Ең алдымен сковородкаға 2-3 ас қасық сұйық майды құямыз. Және оның үстіне қызған соң пиязымызды салып қуырамыз. Пиязды қатты қызартып қуырып керек емес, 1 минуттай қуырсақ жеткілікті. Және оның үстіне күштен өткізілген сәбізімізді қосамыз. Сәбізді кішкене ұзағырақ 2-3 минуттай қуырамыз. Және оның үстіне күштен өткізіп, немесе арнайы сарымсақ езгіштен өткізіп, осындай 2-3 сарымсақтың бөлігін қосатын боламыз. Егер сарымсақ жоқ болса, приправасын қоссаңыздар да болады. Және енді фаршымызды қосамыз. Фаршты жақсылап қуырамыз. Түйір-түйір болмайтындай, барлығы шашылып пісетіндей қылып, осылай үстінен қайта-қайта баса отырып қуыратын боламыз. Араластырып отырамыз. Сонда біздің фарштарымыз түйірленбей шашырап пісетін болады. Міне осылай жақсылап қуырып алдық 2-3 минуттай. Және оттың астын барынша азайтып қоямыз. Енді оның үстіне 1 шай қасық томат пастасын саламыз. Тағы да 1-2 минут араластыра отырып қуырамыз. Енді дәміне қарай тұз және керек қоспаларды қосамыз. Мен осындай орегано деген приправаны қостым. Ал сіздер өз қалауларыңызша қандай өздеріңізге ұнайтын қоспаларды, яғни приправаларды қоссаңыздар болады. Мен және қара бұрыш қостым. Және тұзын салып араластырамыз. Міне біздің макаронымыз осы аралықта пісті. Астын бір араластырып, отты өшіреміз. Және оны осындай сеткаға суын бөлек сүзіп алатын боламыз. Макаронды бөлек алып, оның астындағы суын сковородкаға фарштың үстіне құятын боламыз. Міне макаронның суын фарштың үстіне құйдық. Және оны қайнағаннан кейін бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Міне 20 минутымыз өтті. Міне суы тартылып қоюланды фаршымыз. Енді осының үстіне макаронымызды саламыз. Макарон салып болғаннан кейін оны
жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң бетін жауып тағы да 5 минутқа қалдырамыз. Міне біздің макаронымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. 30 минутта дайын болады. Өте дәмді болып шығады. Енді ыдысымызға салып, бетіне кез келген аскөкті сеуіп, немесе пиязды да турап сепсеңіздер болады. Осылай ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.